Бұл оқиға халифа Харун Рашидтің заманында болған деседі. Халифа тазалығымен, әділдігімен, тіпті тақуалығымен аты шыққан бір кісіні қалалық базарға басшы етіп тағайындауға ұйғарады. Ондағы ойы сол дәуірдің ең үлкен сауда ғана емес, ойын-сауық орталығы саналатын орында тәртіп орнату, әділ сауда жасау мәдениетін енгізу болады. «Мен базарда не істеймін?» деген әлгі адамның сөзіне халифа: «Ең бастысы, саудагерлер аларманын алдамасын, таразадан ұрламасын, біреу-біреудің ақысын жемесін. Соны мұқият бақылайсың. Тәртіп осыдан басталады», дейді. Әміршінің айтқаны айтқан, дегені деген. Базар басшысы ертесінен-ақ іске кіріседі. Бірінші күнін ол базармен танысуға арнайды. Сатушылардың талабын, қызметкерлердің мұң-мұқтажын үйренеді. Келесі күні таразыларды тексермек ниетпен бір наубайханаға бас сұғады. Мұндағы нанның бағасы бірдей болғанымен көлемі күдік тудырады. Ерінбей барлық нанды таразыға тартып шығады. Күдігі расталып, салмағы әртүрлі нандар бір бағамен сатылып жатқаны әшкереленеді. Бұл қалай? Базар басшысы енді наубайшыдан қал жағдайын сұрайды. Ол да әрең тұр екен, отбасындағы ауыртпалықты айтып, жылағандай болады. «Басым бәледен шықпай-ақ қойды. Дұшпаным көп», деген наубайшының қатыны шайпау, қызы кесір, баласы бұзық екен естіген базар басшысы оны аяп та кетеді. Бірақ талап баршаға бірдей, қателігін көрсетіп ескертеді. Екінші бір наубайханаға кірген базар басшысы мұндағы жағдай мүлде басқаша екенін байқайды. Таразы дұрыс, нанның да салмағы бірдей. Бұған сүйсініп, наубайшыны әңгімеге тартады. «Құдайға шүкір, менде бәрі жақсы», деп әйелінің абзалдығын, ұл мен қыздың жетістіктерін айтып, мақтанып та қояды. Оны тыңдап тұрса достар да көп екен, көршімен де тату көрінеді. Наубайханадан шығысымен базар басшысы тікелей халифаның алдына барады. «Тақсыр, мені мына қызметтен босатуыңызды сұраймын», дейді. «Күні кеше ғана ғой сені тағайындағанымыз. Ештеңе көріп те істеп те үлгермеген шығарсың», депті халифа таңданыспен. Бірақ базар басшысы: «Мен ол жерде өзімнің керек еместігімді түсіндім. Барлық сауданы бақылап отыратын, таразыларды тексеріп, ешкімнің ақысын жегізбейтін базардың әділ басшысы бар екен. Ол ашкөз залымның сазайын беріп, әділ саудагерге бар жақсыны үйіп төгетініне осы 2 күннің ішінде көзім жетті. Алла әділ, бәрін реттеуші. Оның билігіне менің араласқаным артық көрінді», дегенде бұл шешімге Харун Рашид те тоқтаған екен. «Біздің қоғамда да түрлі деңгейдегі басшылар, бақылаушылар мен тексерушілер жетіп артылады. Олардың көбі өздерін Құдайдан кем сезінбейтіні тағы бар. Бәрі жабылып жүргенде де бітіріп жатқандар шамалы. Сонда деймін-ау, бізде атам заманғы бір базар басшысының түйсігіндей түйсік болмағаны ма? Жоқ. Бұл дүниенің есепке құрылғанын, бәрінің есебі бар екенін жақсы білеміз. Бірақ кейде соған амал қылмаймыз емес пе?» Қонақбай Қожанияз.